Саламатсыздар. Біз бүгін сіздермен осындай ет пен бұршақ сорпасын дайындаймыз. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдымен газымызды жағып, оған су құйылған кастрюлемізді қоямыз. Су салқын болу керек. Одан соң жуылған етімізді салып, қайнатып аламыз. Міне біздің етіміз қайнады. Енді осының сорпасының бетінің көбігін алып, дәміне қарай тұз саламыз. Және де ары қарай қайнатып, толықтай пісіріп аламыз. Етіміз пісемдегенше керекті заттарды дайындаймыз. Ол үшін бізге сәбіз, картоп және пияз барлығын ұсақтап турап аламыз. Енді таза ыдысымызға бұршағымызды салып, үстінен қайнап тұрған ыстық су құямыз. Яғни бұршақтан асырып құямыз. Одан соң оған бір шай қасық сода саламыз. Сода бұршағымыздың пісуін тездетеді. Қорықпаңыздар, соданы қазір салатын кезде бұршағымызды жуып тастаймыз. Міне біздің етіміз дайын болып қалды. Енді біз таза табаны қойып, оған кішкене сұйық май құйып, жақсылап қыздырып, сәбізімізді және пиязымызды қуырып аламыз. Міне біздің табамыз қызған сияқты. Енді сәбізіміз бен пиязымызды қуырып аламыз. Міне қайнаған етімізге сәбізіміз бен пиязымызды қосып, жақсылап араластырып жібереміз. Енді осыған картопымызды салып, бір қайнағаннан соң оған горохымызды саламыз. Енді бұларды жақсылап пісіріп аламыз. Бұның пісуіне әрі кетсе 10-15 минуттай уақыт қана кетеді. Міне біздің бұршақ сорпамыз дайын. Ас болсын, барлықтарыңызға жасап көріңіздер.